Қазақ тарихында асқан ерлігімен көзге түсіп, халық жадында өшпес із қалдырған хандар жетерлік. Олардың басым көпшілігі өзі билік еткен кезеңде түрлі тарихи оқиғалармен есте қалып, көптің қолдауына ие бола білді. Осыған орай сіз білмейтін деректер арнасы қай ханның қай кезде ел басқарғанын біліп жүру мақсатында назарларыңызға арнайы топтаманы ұсынамыз. Қазақ хандарының тізімі: 1465-1473 жылдар аралығында Керей хан. Керей хан Болат сұлтанның баласы. 1473-1480 жылдар аралығында Жәнібек хан. Ол Барақ ханның баласы. 1480-1511 жылдар аралығында Бұрындық хан қазақтарды басқарды. Ол Керей ханның баласы. 1511-1518 жылдар аралығында Қасым хан билігі. Ол Әз Жәнібектің ұлы. 1518-1523 жылдар аралығында Қасымның баласы Мамаш хан болды. 1523-1532 жылдар аралығында Қасымның немере інісі Тахыр хан болды. 1533-1534 жылдар аралығында Бұйдаш хан Тақырдың інісі хан болды. 1534-1535 жылдар аралығында Қожа Махмұд хан болды. 1535-1537 жылдар аралығында хан атағы болған сұлтандар: Тоғым хан, Ахмет хан, Хақназар, Наурыз Ахмет хан. 1538-1580 жылдар аралығында Хақназар Қазақ хандығының ханы болды. Ол Қасымның баласы. 1580-1582 жылдар аралығында Жәнібектің немере інісі 80 жастағы Шығай таққа отырды. 1582-1598 жылдар аралығында Шығай қайтыс болып, орнына баласы Тәуекел отырды. 1598-1628 жылдар аралығында Есім хан билігі. Шығайдың баласы Тәуекел ханның інісі. 1613-1627 жылдар аралығында Тұрсық хан билігі. 1628-1652 жылдар аралығында Жәңгір хан болды. Ол Есім ханның баласы. 1680-1715 жылдар аралығында Әз Тәуке хан билігі. Салхам Жәңгірдің баласы. 1718-1726 жылдар аралығында Батырдың билігі. 1726-1730 жылдар аралығында Болат хан билігі. Болат Тәуке ханның баласы. 1720-1740 жылдар аралығында Ұлы жүзді Жолбарыс хан басқарды. 1718-1748 жылдар аралығында Әбілқайыр кіші жүзге хан болды. 1748-1786 жылдар аралығында Нұралы кіші жүзге хан болды. 1791-1794 жылдар аралығында Ералы кіші жүзге хан болды. 1795-1797 жылдар аралығында Есім кіші жүзге хан болды. 1797-1805 жылдар аралығында Айшуақ кіші жүзге хан болды. 1805-1824 жылдар аралығында Шерғазы кіші жүзге соңғы хан болды. 1716-1719 жылдар аралығында Орта жүз ханы Хайып хан билігі. 1719-1734 жылдар аралығында Орта жүз ханы Сәмеке хан билігі. 1734-1771 жылдар аралығында Орта жүз ханы Әбілмәмбет билігі. 1771-1781 жылдар Үш жүздің ханы Абылай билігі. 1781-1819 жылдар аралығында Орта жүз соңғы ханы Уәли билігі. 1815-1817 жылдар аралығында Орта жүз соңғы ханы Бөкей билігі. 1841-1847 жылдар аралығында Кенесары қазақтың соңғы ханы. Кенесары Абылай ханның немересі.